Еркежан, сен енді үлкен қыз болдың, бой жеттің. Болашақ келін, ана атанасың. Бір үйдің ошағының иесі боласың. Үлкендердің алдында орынсыз сөйлеп, орынсыз күлуге болмайды. Әрбір балиғатқа толған қыз баласы ер азаматтың алдында бір тізерлеп отырып, ер адамның жүзіне тіктеп қарамаған. Үй шаруасында жүргенде ақырын, биязы жүріп тұрғаның жөн. Осы айтқан ақылдарымды жадыңа сақтап ал. Кім бар екен? Біз бармыз мұнда. О, жеңеше, амансыз ба? Малжан аман ба? Аманшылық, аманшылық. Мен таңертеңгісін ағамды, атапамды байқап қалдым, шығысқа қарай бет алып бара жатыр екен. Ол кісілер қайда кетті екен? Иә, көрші ауылдағы Есенбай құданың үйі ас бергелі жатыр. Сонда кетті үлкендеріңіз. Олай болса жеңеше, өзіңіз де жас болдыңыз. Көрші ауылда Әлімбайдың баласы жиен бастаған бір топ қыз бозбала осы үйге жиылып бастаңғы жасасақ деп отырмыз. Осы үйді лайық деп танып отырмыз. Қалай қарайсыз? Дегенің болсын қайным. Ән жыр тыңдамағалы біраз болып еді. Көңіліміз көтеріліп қалатын болды ғой. Келіңдер, күтеміз, күтіп аламыз, келіңіздер. Бәрекелді жеңеше. Көңіліңізге, дархан көңіліңізге рахмет. Мен онда жастарды айтып хабарлап білейін. Ал Еркежан, дайындық жасайық. Қонақ жігіттердің ішінде оқыған жігіттер де бар ау сірә. Қызда ауылдың қызығы таусылған емес. Қазақта үйдің үлкендері той жиынға кеткенде, ауыл жастары жасырын түрде бас қосатын болған. Ал Еркежан, сырттағы шаруаларымызды реттеп болдық. Енді өзімізді ретке келтірейік. Шашыңды өргенім, шашың ұзын әрі берік болсын дегенім. Шолпы таққаным, мезгілсіз жүруден, ерсі қылықтардан аулақ болсын дегенім. Жаның әсемдікке құмар болсын деп әшекейіңді тағайын. Жүзік таққаным, жүзіктің көзінен өткендей сұлу әрі сымбатты болып бой түзетсін деген ниетпен тағып отырмын. Сыйлашай, қасыңның қара қиғашай, құрбыңды қалғам сыйлашай бе. Амансыңдар ма? Сұлу қыздар. Қызғалтақтай құдашаларда көрші ауылдың көріктілерді де бүгін бастаңғының басына жиылыпты ғой. Адам сөйлескенше, ат кісінескенше дейді. Қаработтай сұлу қыздар танысып отырайық. Орынды. Мен Жанар жеңгемнің қайнысы болам. Есімім Қожамберді. Жанымда отырған жігіт, бұл өзі ақын десең ақын, палуан десең палуан, мерген десең мерген, Петербордан келген Марғұлан сері. Біздің ауылдың қыздары да осал емес сер жігіттер. Күміс көмей жестаңдай ұлжалғас құрбым отыр. Көмейіне бұлбұл ия салған сая құрбым. Он саусағынан балтамған, қолөнер шебері, айдай сұлу әйкерім қызымыз. Тана көзді сұлуды байқаған боларсыздар. Есімі Жанат. Ал серілер өзімді таныстырар болсам,
ойын сауықтың гүлі, сал серлердің жыры, Әзімбай болыстың қызы мен болам. Төу шіркін-ай, құмырсқа берекесіз. Мұндай жиында қыз жігіттер бір-бірімен танысып, қалжыңдасып, ауылдың алтауызын айтып, ән шырқайды. Мінген атым астымда құлақ асқаға, ойнамаймын құрбыммен айнам, сенен басқала сәулем-ай. Бірге отырған ауылың көшіп барады, сақинаңды тастап кет айнам, сағын басқала сәулем-ай. Еті ғана жерін-ай, жал құйрығыны түйген-ай, ойбаға ауыз қиғашқа сайнам, қашық жардың-ау сүйген-ай. Шіркін! Ойбаға ауыз қиғашқа сайнам, қашық жардың-ай сүйген-ай. Тамаша. Ой, бәрәкәллә. Өлеңді мен айтайын, қабағыңнан ән салам неше түрлі тамағыңнан. Берген шай, берген шай. Шіркін! Кездескен қию анау, қарағым-ау, иіскелеп жатсам шіркін тамағынан. Берген шай, берген шай, ояу жат сәулем-ай, ойлап жат сәулем-ай. Сәлем айт құрбыларға, дұғай, дұғай, ояп жат сәулем-ай дайы. Қайдеді? Күн сайын 2 сағат 106.4 әуе толқында оңтүстік радиосы. сәтті күн, тыныш түн болсын. Бұл сіздің радиоңыз.